Мәтінді аударған Кенесова Гүлжайна. Бұлшықеттің жиырылуы. Күн сайын біз бұлшықеттерімізді әртүрлі іс-қимыл жасау үшін қолданамыз. Бұлшықеттің көмегімен бұл әйел тыныс алып тұр. Оның қаны бүкіл организм бойынша айналып жатыр. Қол бұлшықеттерін жиырып, босаңсыту арқылы ол жазу жазады. Бұлшықеттің үш типі бар. Ішкі мүшелердің қан тамырларының тегіс бұлшықеттері мен жүрек бұлшықеті өздігінен, яғни еріксіз жиырылып босаңсиды. Ал қаңқа бұлшықеттері бұлшықет талшықтарының шоғырынан тұрады. Қаңқа бұлшықет ұлпасының құрылымдық қызметтік бірлігі болып, бұлшықет талшығы саналады. Бұлшықет талшығы ұзарған цилиндр тәріздес құрылым, ұшы өткірлеу болып келеді. Диаметрі 10-нан 100 микрометрге дейін жетеді. Бұлшықет талшықтарында мия ядро бар. Ол ақпаратты сақтау және басқару орталығы. Орталық жүйке жүйесінен сигнал ацетилхолин көмегімен дендритке, мотонейрон денесіне беріліп, ары қарай аксон арқылы бұлшықеттегі қозғаушы жүйкенің пластинкасына беріледі. Бұл пластинка миоцитті қоздырып, оның жиырылуына немесе босаңсуына әсер етеді. Бұл жағдайға бәрі немесе ештеңе заңы сәйкес келеді. Электрохимиялық реакция механикалық түрге ауысады. Қозғаушы пластинка бұл мотонейрон аксоны мен миоцит мембранасының байланысу аймағы. Бұлшықет талшығы көптеген миофибриллалардан тұрады. Миофибриллалар саркомерлерден тұрады. Саркомерлер миофибриллалар бойымен ұзына бойы бір-бірімен қатар жүреді. Әрбір саркомер жуан және жіңішке миофиламенттерден тұрады. Жуан миофиламенттер миозин деп аталады. Миозин саркомердің ортасында орналасып, ол М жолақ деп аталады. Жіңішке миофиламенттер актин деп аталады. Актин саркомердің шетінде орналасып, Z жолақ деп аталады. Актинді миофиламенттер Z жолақта орналасқандықтан саркомер екі жағынан жиырылады. Миозинді жіпшенің көптеген басы болады. Солар арқылы ол актинмен байланысады. Миозинді жіпшелер өзінің бойымен нейроимпульске жауап ретінде актин тартады. Ода кальций концентрациясын ұлғайтады. Біз актин мен миозиннің жиырылуынсыз ақ саркомердің жиырылуын көріп тұрмыз. Жиырылу процесі фосфаттан және АТФ-тің АДФ-ке гидролизациялануынан басталады. Ары қарай миозиннің басы келесі актиннің суббірлігімен байланысады. Фосфат бөлінеді, актинді филаментпен байланысады. Басы актинді шетке, Z дискке қарай итеріп, өзінің формасын өзгертеді. Миозин актиннің келесі АТФ-пен байланысқанша оған жабысып тұрады. АТФ миозинмен байланысқаннан кейін бұлшықеттің жиырылуы немесе босаңсуы жүзеге асады. Бұлшықеттің жиырылуы цитоплазмадағы кальцийдің концентрациясына байланысты. Жіңішке актинді миофиламенттер реттеуші белоктармен байланысқан. Бұл реттеуші белоктар тропонин және тропомиозин деп аталады. Жиырылуды бақылау үшін актинді филаментке тропомиозин мен үш белоктың кешені, яғни тропонин келіп бірігеді. Бұлшықет босаңсыған кезде тропомиозин актиннің аймақтарын байланыстыратын көлденең көпірді блоктайды. Кальций ионы мен АТФ мөлшері белгілі бір деңгейге дейін көбейген соң, кальций иондары тропонинмен байланысады, ал ол өз кезегінде тропомиозинді ығыстырып шығарады. Кальций миозиннің актин аймағымен байланысуын ықпал етеді. Осылайша көлденең көпір түзіледі. Кальций иондары саркоплазмалық ретикулумда болады және жүйке импульсіне жауап ретінде босап шығады. Мотонейрон арқылы босап шыққан нейромедиатор миоцит мембранасындағы әрекет потенциалын түзеді. Нейротрансмиттер ары қарай Т-түтікшелер көмегімен беріледі. Т-түтікшелер мембранамен байланысқан. Т-түтікшелерден сигнал саркоплазмалық ретикулумға беріледі. Бұл сигнал ретикулум мембранасында кальций каналдарын ашады. Кальций иондары қайтадан ретикулумға мембраналық кальций насостары арқылы түседі. Актин мен миозин бір-біріне қатысты жылжиды. Саркомер қысқарады. Z жолағы М жолаққа жақындайды. Саркомер бұлшықет талшығын қысқартып, бұлшықет жиырылады және нәтижесінде әйел адам жазу жаза алады.